Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 20-шы сабақ. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Бүгінгі сабақта дауыссыз дыбыстардың түрлері. Дауыссыз дыбыс түрлерін ажыратуды үйренемін. 5-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Гүлім мен Гүлсім. Бүгін анамыздың туған күні. Жұмыстан келгенше сыйлық әзірлейік, деді Гүлім. Дұрыс айтасың. Бірақ әркім өздігінше дайындалсын, деді Гүлсім. Келістік. Гүлім ауладан бақбақ пен раушан гүлін теріп, қоңыр құмыраға салды. Ал Гүлсім түрлі түсті қағаздан гүл жасап, сары құмыраға жиды. Әдемі болды. Анасы келгенде 2 қыз сыйлықтарын алып, алдынан жүгіріп шықты. Таласып қалды. Мен үлкенмін, сондықтан мен бірінші беруім керек, деді Гүлім. Жоқ, мен үйдің кішісімін, сол себепті мен бірінші беруім керек, деді Гүлсім. Екеуің де бірге сыйлаңдар, алтындарым. Өйткені бірлік түбі береке. Ниеттеріңе рахмет, деп анасы беттерінен сүйді. Бұртиып тұрған 2 қыз жібіп, анасын туған күнімен құттықтады. Авторы Әлібек Байбол. Анасының сөзі қыздарына қалай әсер етті? Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздерді дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажырат. 5-ші жаттығу бойынша балалар, анасының сөзі қыздарына қалай әсер етті? Анасының сөзінен кейін бұртиып тұрған қыздар жібіп, анасын туған күнімен құттықтады. Осы мәтінде балалар қарамен жазылған сөйлем бар, соны бізге дауысты мен дауыссызды ажырат дейді. Гүлім, яғни Г бізде дауыссыз ұяң, дауысты жіңішке, Л дауыссыз үнді, дауысты жіңішке, М дауыссыз үнді. Ауладан А дауысты жуан, У дауыссыз үнді, Л дауыссыз үнді, А дауысты жуан, Д дауыссыз ұяң, А дауысты жуан, Н дауыссыз үнді. Бақ-бақ, Б дауыссыз ұяң, А дауысты жуан, Қ дауыссыз қатаң. Б дауыссыз ұяң, А дауысты жуан, Қ дауыссыз қатаң. Пен, П дауыссыз қатаң, Е дауысты жуан, Н дауыссыз үнді. Раушан, Р дауыссыз үнді, А дауысты жуан, У дауыссыз үнді, Ш дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, Н дауыссыз үнді. Гүлін, Г дауыссыз ұяң, дауысты жіңішке, Л дауыссыз үнді, дауысты жіңішке, Н дауыссыз үнді. Теріп, Т дауыссыз қатаң, Е дауысты жіңішке, Р дауыссыз үнді, дауысты жіңішке, П дауыссыз қатаң. Қоңыр, Қ дауыссыз қатаң, О дауысты жуан, Ң дауыссыз үнді, дауысты жуан, Р дауыссыз үнді. Құмыраға, Қ дауыссыз қатаң, дауысты жуан, М дауыссыз үнді, дауысты жуан, Р дауыссыз үнді, А дауысты жуан, Ғ дауыссыз ұяң, А дауысты жуан. Салды, С дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, Л дауыссыз үнді, Д дауыссыз ұяң, дауысты жуан. Келесі 6-шы жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Не ыстық? Аспанда күн ыстық, ал жерде кім ыстық? Әке мен шешеміз, бәрінен тыныштық, деген сөз тым ыстық. Авторы Әдібай Табылды. Аспанда күн ыстық деген сөйлемге дыбыстық талдау жаса. Алдымен балалар, өлеңді көркем етіп жазып ала қойыңдар. Ал енді балалар, аспанда күн ыстық деген сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Аспанда
жеті әріп, жеті дыбыс, үш буын екен. А дауысты жуан, С дауыссыз қатаң, П дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, Н дауыссыз үнді, Д дауыссыз ұяң, А дауысты жуан. Күн. Үш әріп, үш дыбыс, бір буын. К дауыссыз қатаң, Ү дауысты жіңішке, Н дауыссыз үнді. Ыстық. Бес әріп, бес дыбыс, екі буын. Ы дауысты жуан, С дауыссыз қатаң, Т дауыссыз қатаң, Ы дауысты жуан, Қ дауыссыз қатаң. Келесі жетінші жаттығу. Жұмбақ өлеңді оқып, шешуін тап. Түп нұсқасы халық аты. Екі шеткі әрпін қысқартса, қазақтың қарты. Қарт сөзіне мәндес сөздерді тауып, сөйлем құрап жаз. Жұмбақтың шешуі балалар татар екен. Қарт сөзіне мәндес сөздер ақсақал, қария. Енді сөйлем құрайтын болсақ балалар, менің атам мен әжем қарт кісілер. Дәптерлеріңе көркем етіп жазып ала қойыңдар. Келесі балалар шығармашылық үзіліс. 8-ші жаттығу. Тор көздерде жасырынған туыстық атауларды тауып жаз. Өзің қалаған бір сөзге дыбыстық талдау жаса. Кестеден балалар туыстық атауларды тауып жаздық. Ата, іні, қарындас, әке, ана, аға, әпке, сіңлі, әже, немере, шөбере деген сөздер шықты. Енді балалар осылардың арасынан қалаған бір сөзіне дыбыстық талдау жаса дейді. Әпке деген сөзге дыбыстық талдау жасасақ болады. Әпке дегенде бізде 4 әріп, 4 дыбыс, 2 буын. Ә дауысты жіңішке, П дауыссыз қатаң, К дауыссыз қатаң, Е дауысты жіңішке екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.